Ана тілінің 85-ші сабағына қош келдіңіздер. Заттың сынын білдіретін сөздер. Өлеңді мәнерлеп оқы. Аспаз. Ақ қалпағы басында, ыстық оттың қасында, бір тамақты пісіріп, бір тамақты түсіріп, апам ылғи жүреді. Шайраңдайды күледі, түрін біліп тағамның, жолын қуып апамның, үлкен болып өскенде мен де аспаз боламын. Өлең не туралы? Аспаз болу ұнай ма? Ал сен өскенде кім болғың келеді? Өлеңнен заттың сынын білдіретін сөздерді тап. Ендеше балалар, өлең не туралы? Аспаз туралы, иә? Және тағамдар жайлы. Аспаз болу саған ұнай ма? Жарайсыңдар. Ұнамаса кім болғыларың келеді? Комментарийге міндетті түрде жаза кетіңдер. Өлеңнен заттың сынын білдіретін сөздерді тауып көрейікші. Ақ қалпағы басында, ыстық оттың қасында. Қандай оттың қасында балалар? Ыстық, қандай? Бір тамақты пісіріп, бір тамақты түсіріп, апам ылғи жүреді, жайраңдайды күледі. Түрін біліп тағамның, жолын қуып апамның, үлкен болып өскенде мен де аспаз боламын. Қандай болып өскенде балалар? Үлкен болып өскенде. Ендеше менімен бірге соңына дейін болыңдар. Сөйлемдерді көркем жаз. Тамақты оң қолыңмен же. Асқа үлкендерден бұрын қол созба. Нанды бір қолмен үзбе. Балалар, бұл сөйлемдер қазақ халқының тыйым сөздері. Жаттап алыңдар. Сөз жұмбақты дұрыс шешсең, бір мамандық иесінің атауы шығады. Балалар, көреміз бе? Ендеше сендер айтып көріңдер. Мен тыңдаймын. Бірінші тұрған сурет, жаз айында барлығымыз жегіміз келеді. Деп жегіміз келеді. Ол не? Қарбыз, иә? Ендеше қарбыз. Ал енді екінші, қарбыз және қасында жүретін сыңары қандай еді? Ой, асқабақ қауын емес екен. Асқабақ. Бұның барлығы жемістер мен көкөністер. Үшіншіге не жатады деп ойлайсыңдар? Қауын келмейді. Сәбіз 5 әріптен тұрады. Ендеше бұл жерде 4 әріптен тұратын қандай сөздір балалар? Пияздыр. Жарайсыңдар. Аспы шықты. Енді қандай сөз? Қауын. Соңғысын балалар тауып көріңдерші. Тағы да. Қандай нәрсе қалды? Қандай жеміс немесе көкөніс қалды? Қауын ба? Жоқ. Сәбіз. Балалар, қандай жұмбақ? Сөз жұмбақтан бір мамандық иесі шықты. Аспаз деген, жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, мен сендерге сұрақ қояйын, айтамыз. Қарбыздың түсі қандай? Жасыл. Сәбіздің түсі қандай? Сары. Пішіні қандай асқабақтың? Домалақ немесе түрлі фигураларды атауға болады. Пияз қандай түсте? Сары түсте. Сарғыш немесе. Ал қауын қандай түсте балалар? Жарайсыңдар, сары түсте. Ендеше 4-ші жаттығуға қараймыз. Жаңылтпашты тыңда, жаттап ал. Мынау балқаймақ. Қай балқаймақ? Бұл балқаймақ, май балқаймақ. Балқаймақ деп отырғанымыз қаймаққа қант, бал, ұн қосылып қайнатылған тәтті тағам. Ендеше балалар, жаңылтпаш жаттау сендердің оқу жылдамдықтарыңды арттырады. Сондықтан тағы да менімен бірге 2 рет қайталаңдар.
Егер де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, тұрақты түрде жауап беріп жүрген оқушыларымды мен жылдам оқу тегін сабағыма қатыстыратын боламын. Сондықтан міндетті түрде белсенді болыңдар. Жаз айында мен үлкен ауқымды жұмыстар жүргізіп, сендерді қуантатын боламын. Екінші сынып және жоғарғы сынып оқушыларына арналған тақырыптар бойынша сабақ жүргіземін. Ендеше жаңылтпашты қайтадан тыңдаймыз. Мынау бал қаймақ, қай бал қаймақ? Бұл бал қаймақ, май бал қаймақ. Тағы да өздерің қайталаңдар. Ендеше балалар, ережені тағы да еске түсірейік. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Ендеше үлкен, таза, биік. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Балалар, ойын ойнайық. Мына гүл сондай әдемі, күліп тұрған гүл екен, бұл қандай гүл? Бақбақ па? Жоқ, бақбақ гүл емес. Қызғалдақ па? Жоқ, қызғалдақ емес. Бұл түймедақ гүлі. Ол туралы не айтасыңдар, балалар? Жарайсыңдар. Гүлдің түсі қандай, балалар? Сары, әдемі, үлкен, жұпар иісті, түсі қызыл, немесе жапырағы жасыл секілді түрлі тақырыптар бойынша айтуға болады. Ендеше өздерің бір гүлді салып, суретін салып, оның жанына қандай екендігін міндетті түрде жазып